Ассалаумағалейкум баршаңызға. Бүгінгі тақырып настойка чемерица. Настойка чемерицаны күйіс қайыратын малдарға, қойларға, сиырларға, ешкілерге шек қарын дұрыс жұмыс істемегенде, яғни қарын атониясында, қарынның гипотониясында шек қатып қалса, қатпаша қатып қалған кезде, күпті болып қалған кезде қарынды жүргізу үшін суға араластырып ішкізіледі. Настойка чемерицаны 20-30 граммын 1-2 литр жылы суға араластырып, шланг көмегімен немесе арнайы бутылкамен ішкізеді. Мал өздігінен бұл чемерицаны ішпейді, сондықтан күштеп ішкізуге тура келеді. Чемерицаның әсер ету механизмі ол қарынның рецепторларын тітіркендіреді. Соның нәтижесінде қарынның моторикасы күшейіп, ол тезірек жұмыс жасай бастайды. Настойка чемерицаны 1-2 күн қатарынан ішкізген жөн болады. Әрбір 2-3 сағат сайын. Әрдайым препараттың сапасына назар аударыңыздар. Оригинал препаратты тұтынуға тырысыңыздар. Егер препарат оригинал болмаса, одан айтарлықтай нәтиже күтудің қажеті жоқ. Назарларыңызға рахмет.